Ассалаумағалейкум, қадірлі қандас. Ата жұртқа оралу жай ғана көшу емес. Бұл ұрпағыңның болашағы үшін жасалған ең қасиетті қадамдардың бірі. Ертең балаң мен немерең өз жерінде өсіп, өз тілінде білім алып, өз елінің азаматы болып өмір сүрсе, соның бастауында сенің бүгінгі батыл шешімің тұрады. Сондықтан қорқынышқа оялдырма. Елім, жерім деп келген адам әділдік пен заң аясында өз құқығын қорғаудан жасқанбауы керек. Бұл бүлік шығару емес, бұл әр азаматтың заңмен берілген құқығы. Бұрын біреулердің заңсыз әрекет жасап, соның салдарынан жауапқа тартылғанын көріп, бәрінен қорқып қалуға болмайды. Әр істің жолы бөлек. Біз заңды бұзуға емес, заңды құрметтей отырып, өз құқығымызды талап етуге шақырамыз. Құрайғаймен, бос ұранмен ештеңе шешілмейді. Бәрін бір күнде бітіріп беремін деген құр сөзде нәтиже әкелмейді. Ақылмен, сабырмен, бірлікпен және заңды жолмен ғана мақсатқа жетуге болады. Тағы бір ескеретін нәрсе, халықтың жанашырлығын пайдаланып, мәселені басқа арнаға бұрып жібергісі келетін жат ниетті адамдар әрқашан табылады. Сондықтан әр қадамыңды ойланып бас, заңды ұстан, арандатуға ерме, бірлігіңді жоғалтпа. Егер бүгін үнсіз қалып, өз құқығыңды заңды жолмен қорғауға да жүрексінсең, ертең ұрпағыңның алдында неге әрекет етпедім деген сұраққа жауап беруің қиын болуы мүмкін. Бүгін әділдік үшін, елің мен жерің үшін адал ниетпен еңбек ету өміріңдегі ең сауапты істердің бірі. Біз ешкімді заңсыздыққа шақырмаймыз. Біз халықтың үнін заңды жолмен жеткізуге, бірлікті сақтауға және әр қандастың құқығын қорғауға үндейміз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Үнімізге үн қосыңыздар. Бірлік бар жерде ғана нәтиже бар. Сен ұлы түріктің ұрпағысың. Қайратыңды жоғалтпа. Қаныңдағы қасиетті сақта. Рухыңды ешкімге таптатпа. Еліңді сүй, жеріңді құрметте. Ұрпағыңның болашағы үшін адал қызмет ет. Бір қазақтың тағдыры, барша қазақтың тағдыры. Бірлікпен ғана біз мықтымыз ағайын.